Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ. Бүгінгі видео қош келдіңдер. Бүгін бізде көріп тұрғандарындай GTA 5 RP Мойдом серверінде ойнап жалғастыратын боламыз. Мен қазір достар өзіміздің штабта жүрмін достар. Бүгінгі видеода не болатынын түсініп тұрған шығарсыңдар өз жерінде. Бүгінгі бізде достар видеода, в общем, мясо болатын болады. Былайша айтқанда достар, ема қараңдар. Менде көріп тұрғандарындай счетымда 87 миллион бар, почти 90 миллион. И менде мында жақта достар автопаркімде мынандай достар 50 миллион рубль тұратын Феррари бар достар. Осындай екеуі түсті. Менде негізі кеше контейнер ойнаған болатын достар. Ол контейнер видеоны мүмкін сендер Бекзат Плейстің арнасынан көрген боласыңдар достар. Көрмесеңдер скоро шығатын болады. Сол кезде маған дәл осындай Феррарinin екеуі түскен болатын достар. Біреуін сатып жібердім уже 50 миллионға. Қалтамда көріп тұрғанда 90 миллион бар. Мына қазір сататын болам осы машинаны. И сразу бар Bugatti сатып алатын боламыз. Сендер сразу лайктарын басып ардамызды тіркендер достар. Давайте каналға тез 150 мың подписчик жеткізіп кетейік. GTA 5 видеоларға бәрін қолдап отырыңдар достар. Ойынға кірген кезде достар, осы ойынды қалай тартам дейтіндер болса, осы видеоның астында ссылка тұрады. Сол бірақ осы GTA-ға кіру үшін сендерде кәдімгі GTA 5-дің өзі официальный GTA 5 болу керек достар. И осы видеоның астында тұрған ссылкамен өтіп Rage мультиплеерға түсесіңдер. И ойынға кірген кезде достар F2 кнопкасын басып, мына жерде промокод деген жаққа осылайдан Айшуақ деп жазсаңдар достар, Айшуго деген промокод жазсаңдар, сендерге 100 мың рубльмен 7 күн премиум аккаунт беретін болады. Ал премиум аккаунт достар сендерге береді. Ол аккаунт даже менде жоқ достар. Менің промокодым болса да менің премиумда, өзім аккаунтымда премиум жоқ достар. Сондықтан сендер осыны жазып алыңдар. Давайте бәрін ойынға кірейік, бірге көтерілеміз достар. Вот. Менде қазір гаражда достар 3 машина бар. Негізгі мына Феррарinin бағасын көрсетейін достар сендерге. Негізгі Феррарinin бағасын қазір көрсетіп кететін боламын. Аңғараңдар достар, бізде 89 миллион 600 мың тұратын болады достар. Мына ойында 90 миллион тұратын машина достар. Мен Lambo Sian'ым 110 миллион тұрады достар. Бұл мерен 8 миллион тұрады. Вот мына енді қазір осы машинаны біз деген сатып, бұның орнына Феррари алатын боламыз достар. Мына машинаны қазір бетейші, мен сразу достар номері снять етіп ала салайын. Өйткені бұның номері достар әдемі екен. Мыняқта изменить, снять достар. И все, бұл номер маған ұнап қалды. В общем, мына номер мен шешіп алдым достар. Менде қазір мыняқта Сианда да мықты номер тұр. Қарандар 979 ААА 97. Мыняқта достар 656 АХ 16. Ой, короче достар. В общем, бәрі мощный ғой осы серверде. Мен қазір енді давайте кеттік на Феррариді айдайық достар. Феррариді айдап сендерге көрсетейін. Бұл машина маған онша қатты ұнамады. Бағасы қымбат тұрса да достар, бұл машина маған онша қатты ұнамады. Өйткені бұның жүргені қиын екен достар. Бірақ салон тема достар. Салон вот айта алмадым. Мынаның жүрісін қараңдар. Тартысы достар разгон алу өте жай и дрифт ала бере ма, сондай бір нәрсе достар. Қазір қараңдар, бүйтіп тұрамын да. Опа, көріндер ма, айналып кете береді. Разгонда қиын достар. Мынанша, в общем, короче айтқанда паражник машиналардың бірі мынау деген. Бірақ тема опа, істеп жатсың қарасаңдар достар. Бірақ тема машина негізі достар маған ұнайды өзіме бұл Феррари. Түрі ұнайды, точнее салонмен түрі ұнайды, бірақ жүрісі ұнамайды достар. Бағасына достар мен бағасына өзім бағасына не стоящий деп олайым бұл машинаны. Қазір бізде енді ол жақта сататын боламыз достар. И бар Bugatti алатын боламыз ғой. Чотам деп ше, чотам деп Bugatti аламыз ғой. Давайте кеттік на Феррари сәл-сәл сендерге айдап көрсетейін. Осындай Феррарини 90 миллионға алатын мендер ойында достар. Осы Феррари 90 миллионға алатындарың болса, қателесесіңдер. Өздерің көресіңдер ғой достар. 90 миллионға аласыңдар ма, алмайсыңдар ма? Бұл видеода біз деген қазір үй сатып алуымыз мүмкін өзімізге. Өйткені машина көбейіп жатыр бізде бара-бара. И сондықтан маған бір үй керек. Өйткені менде ары қарай гараждың қай жеріне сыйғызатынын білмеймін. Уже достар, давайте көп созбай сатайық на Феррариді. Сендерге де осыны ертерек сатып, мен достар Bugatti алған қыз болып тұрған шығар достар. Кеттік ал. Ені басамыз. Меню тест достар, продажа, государство достар 48 миллион. Продать достар. И все, кеттік. Менің қалтамда 135 миллион рубль бар достар, қараңдар. Ал бізде Bugatti қателеспесем 130 миллион тұрады. Менде сонда қалтамда 5 миллион қалайын деп тұр. Бірақ сонда да нормально. Енді үйге ақша жетпей қалуы мүмкін достар. Бірақ сонда да біз деген енді зато Bugatti міндеміз достар. Зато Bugatti и Lamborghini екі машина топовый болады біздің гаражда. Вот сол үшін мен Bugatti алғым келіп тұр. Өйткені маған Ferrari керек емес. Оның орнына, например, там Bugatti да особо керек емес достар. Бірақ, чисто для понтов қой достар, для понтов. Сианның өзі жетеді маған негізі, бірақ сонда да Bugatti алғым келіп тұр мен. Давайте кеттік мектен былайынан арендовать етіп алайық скутерімізді. И біз деген қазір Сианға қарай баратын боламыз. Бірақ Сиан по-любому бөлек қой достар. Қазір Феррарinin жүрісін көрдіңдер, енді қазір сендерге Сианның жүрісін салыстыратын болам. Вот көресіңдер. Бұл енді бөлек машина ғой достар. Бұл скоросты да бөлек, түрі де бөлек достар. Бұл Сианның қараңдаршы, бағана Феррариден қарағанда, ой баяғыдан жүрсін артпен жүрген өзінде ана Феррариден қатты жүре ма бір нәрсе достар.
Маған енді қазір Юшкаға бару керек достар. Южный деген қалаға барып, сол жақта мен автосалоннан қазір сендерге Bugatti көрсететін боламын. Біз кеттік ал достар. Юшка қараңдар, скоросты қалай мықты достар да, Sien'ның. Сендерге қайсысы ұнайды? Sian ұнай ма, или осы Lambo Sian ұнай ма, әлде Bugatti мен қазіргі алайын деп жатқан Chiron ба достар. Қазір мен аламын сол машинаны сендерге көрсетемін. И сендер комментарийға жазып кетіңдер достар өздерінің пікірлеріңді. Мен пока что барайын ал. Достар, давайте салонға бармастан бұрын біз деген қазір бар бір рет бұл рынокты көре салайықшы. Бұл рынокта может быть Bugatti болса достар, бұл рынокта арзан болады. Бұл рыноктан ала салғанымыз дұрыс болады бізге достар. Ал салоннан қарағанда достар, бұл рынокта қайда арзан тұрады достар. Сондықтан біз деген қазір бұл рынокты көрейік достар. Егер бар болса, бұл рыноктан ала салармыз осы жақтан. Ал егер жоқ болса достар, салонға барамыз ол кезде уже. Бірақ сонда да қазір давайте на бұл рыноктың ішін бір тексеріп шығайық достар. Хоппа деп келеміз. В общем, ойбу, кешір, байқамай қалдым достар. Мына нечайын қақып кеттім. Бірақ грин зонаға нормально шығар да. Кешіретін шығар деген ойдамын ал достар. Кеттік ал неқа машинамыз қойып қоя салайық былайдан. Десіз L-ды басамыз достар. Достар, біріншісінде дым жоқ екен. Сол үшін біз деген қазір сразу екіншісіне барамыз. Өйткені, наверное, екіншісінде, может быть, үшіншісінде достар. Давайте екіні көрейік. Открытый рынок. Екіде вообще дым жоқ достар. Сразу выставочный рынок бірге кетеміз достар. Наверное, осы жақта бар болатын шығар. Опа, бар екен уже. Так, давайте кеттік ал в поисках Bugatti достар. Біз деген қазір Bugatti іздейікпін. Походу біз достар, салоннан алатын сияқтымыз. Наверное, осы жақта болғанда дұрыс жақсы болар еді негізі достар, бірақ сонда да біз қазір салонға баратын сияқтымыз. Өйткені достар, мына дым жоқ екен. Так, мен қате лифтқа кіріп кеттім. Мына қода. Достар, кеп қалдық мына бізді Bugatti сатылатын элитный салонға. Давайте мына былайынан бүйтіп Lambo Sian'ымыз парковать етіп қоя салайық осылайынан достар. Мен алайын деп отқан Bugatti Chiron достар, бірақ егер ақшам жетсе, мынандай Bugatti Divo алатын едім. Divo вообще соска достар. Бұл жақта кеттік ал восстановление транспорта дейді. Так, назад кеттік список товаров достар. Ең қымбат жаққа түсу керек қой бізге достар. Ең қымбатына түсеміз. Мына бізде бұл емес. Вот осыған мен ақшам жеткен кезде достар, осыны алған кезімде тема болар еді. Бұл өйткені бізде 180 миллион тұратын болады. Менде тек мынаған жетеді достар ақшам. Бірақ мынаның өзі достар өте тема достар. Бірақ по-любому мынау мықты сияқты достар. Ойбайынан купить емес достар. Кеттік бүйтейікші. Тест-драйв қалайықшы достар мына машинада. Біз деген тест-драйв қалып көрейік. Қараңдаршы. Бөлек қой достар. Мына салонда достар бәрі. Салон говно екен достар. Бірақ түр вид жағынан, управление жағынан говно екен. Қой таста мен алғым келмей қалды уже достар. Вот ана Ferrari достар, бұл болса уже бұл бөлек әңгіме достар, наверное. Өйткені бұның скорость жай болса да достар, управление мен салонның қараңдар, салон әдемі достар. Управлениесі достар, пойдет. Не істейміз, аламыз ба достар? Осына Bugatti зато біздің неде Bugatti болады. Менің өзім атында достар. Походу мен бұны Bugatti алатын сияқтымын. Так, барамыз достар. Қараңдар, скорость та тез мынаны. Бұған еще менға тюнинг жасатсам вообще мықты болады бұл машина. Так, кеттік ал. Тогда битик. Қандай цветпен аламыз достар? Қандай цветпен аламыз? Пайде осы көк цвет, самый топовый цвет достар. Бірақ мен бір көк емес, бір қызыл қылып көрсем бекен достар. Или черный қарама. Там ақтан басқасын көру керек достар. Негізі көк әдемі көрінеді осы Bugatti үшін. Келсесіңдер ма? Bugatti өзінің родной цветін, типа давайте мен битин. Қызыл қылып алайын достар мынаны. Ал 129 кетті достар. Кетті. Еба достар, Bugatti сатып алдым. Екі машинамды қараңдаршы. Ойбай ау достар, екі мен соскамды қараңдаршы. Битеміз да сразу мына 039 деген номер. Таста изменить достар. Сразу аламыз да установить достар. Все, қарандар. Вот енді осы номер вообще тема болды. Нан қарандаршы достар. Кеттік айдайық. Менде уже бір Bugatti достар. Ема базар жоқ. На Bugatti 130 миллионға Bugatti алу деген енді менде болады достар. Болады жалпы. Жағдай жаман емес достар. Кеттік ал барлықтар ойынға кіріңдер ал достар. Bugatti мен жүрейік ал кеттік қалада достар. Бірақ по-любому Sian неге екен білмеймін. Маған өзіме жақын болып тұра ма достар. Sian бір нәрсе маған сондай. Bugatti салонда тема достар. Қараңдар енді уже Bugatti бар дейсің ғой достар. Жақсы кеттік ал. Неге барайық? Штаб жаққа барайық достар. Bugatti'мізбен менде 3 машина бар. Орындарын припарковать етіп ауыстырып қоямыз достар. Мына управление қиындау екен. Өйткені мен қолым Sianға үйреніп қалған достар. Sian бізде Sian негізі Sian надан қарағанда больше ұнайды маған достар. Bugatti'ден қарағанда Sian больше ұнайды. Өйткені Sian'ның түрі де әдемі бәрі жағынан. Sian по-любому получше сияқты надан қарағанда. Ремонттап алайық та. Осылайынан опа и компоненты, цвет компоненты достар. Кеттік цвет транспорта. Бізде
мынандай қып-қызыл қоюға болады негізі достар. Бұдан бөлек тағы да қандай цветтер қойсақ болады? Давайте бір темныйлау қояйық осылайынан. И осындай бордовый цвет қоюға да болады да бізге. Қалай қарайсыңдар? Ну, ақ емес точно. Осындай бір BMW-ның цветіне келетін сияқты қылып па, достар? Или осындай Bugatti-ның өзінің көк цветін қойып қояйын ба? Қайсысы әдемі тұрады? Комментарий жазыңдаршы. Давайте мен пока что бүйтейін, достар. Пока что осы көк цветті қалдырам. Ал сендер комментарийға өздерің ойларың жазыңдар. Қандай цвет қылайын, достар? Маған, мне кажется, осы көк цвет әдемі тұрған сияқты. Мен поэтому осы көк цвет сатып аламын, достар. И мен қазір шығатын болам. Үй жаққа қарай. Вот қараңдар, уже көк цвет әдемі көрінеді екен. Вот сендер де комментарий жазыңдар, достар. Мен сендер айтқан цветтерді қойып көретін болам. И қайсысы әдемі тұрады, қайсысын айтты, сол цветке бояп тастайтын болам машинаны, достар. Енді бұл машина маған full тюнинг қылып алу керек, достар. Сол кезде вообще тема болады бұл машина. Полностью full тюнингке ақша өте көп кетеді, достар. Менің 6 миллион жетпей қалды ол full тюнингке, поэтому мен деген бір жақсы жағынан тюнинговать етіп қою керек маған ол машинаны, достар. Давайте бетик осылайынан Bugatti-ді былай кіргізіп қойыңызшы мен, достар. Так, бірінші BMW-ны шығару керек маған. Парковать етіп қоямыз ғой, жақсы жағынан парковать етіп, әдемілеп, достар, осылайынан аламыз да BMW-мізді. Давайте сыртқа шығарып BMW-ны парковкасын сыртқа өзгертейік. Менде уже 3 машина болды гаражымда. Так, давайте кіреміз машинаға, BMW-ны оталдырамыз да. Уже мен BMW-ны бағанағы Ferrari тұрған жаққа қарай парковать етіп қоятын болам. Ал вот оның орнына мына Bugatti-ді кіргізетін болам, достар. Вот мына былайынан хоппа да BMW-мізді кіргізіп қоямыз осылай. Хоппа. И, достар, меню тест припарковать, достар. Все. Бұған кіреміз да, достар, енді. Ну, жалпы гараж мечты, да, былайша айтқан кезде. Бір Bugatti, бір Lambo, бір мынандай еще джибің бар внедорожник, достар. Ну, гараж мечты деп айтуға болады мына гараж, достар. Мынаны қараңдаршы, еба. Қандай имущество, қандай, достар, имущество примерно 200 миллионның, даже 250 миллионның имуществосы тұр ғой. Ема, база жоқ просто, да, тема. Қараңдаршы, достар, еба, мынандай уже кәдімгідей көтеріліп кеткенбіз ғой, достар. Мынаны қараңдаршы. Бір Bugatti, бір Lambo, вай деген машиналар қоналар, достар, қараңдаршы. Базар жоқ просто. Мынаяқта бізде корпорацияның машиналар вообще вай, достар. Бұяқта бізде, в общем, 2-4 Lambo, достар. Мынаяқта тағы да Bugatti бар еді, бірақ Bugatti бізде, достар, что-то жоқ болып кеткен сияқты. Bugatti қайта восстановить ету керек сияқты, достар. Қараңдаршы, менікінде 2 Lambo тұр ғой, мынаяқта. Менде өзімде 1 Lambo, вообще 3 Lambo тұр ғой бізде, былайша айтқанда, достар. Мынаны қараңдаршы, ема, просто вообще тема болып тұр да. Келесі видеода осы машиналарды жарыстырайын ба, жарыстырмайын ба, қалай қарайсыңдар? Комментарий жазыңдаршы, қайсысы сендерге больше ұнады, достар. Мынау бізде тұрған мынандай Siam ба, әлде бізде осы көк түсті Bugatti ма, достар? Комментарий жазып кетіңдер, сендерге қайсысы ұнады? Маған жалпы екеуі ұнайды, бірақ Siam больше по душе, наверное, маған, достар. Осымен видеоны аяқтаймыз. Біз деген сендерге ұнады деген ойдамын, достар. Бүгін видеода осылайынан Bugatti сатып алған болатынбыз. Келесі видеода қандай қылып түсірейін, комментарий жазып кетіңдер, достар. Барлықтар ойынға кіріңдер, бірге ойнаймыз, бірге көтерілеміз, достар. Сендермен болғанмен Айшуақ, ал сау болыңдар.